Barşaға салем достар, сіздермен спорт жаңалықтары видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Канело, сескенетін боксшы Головкин салмағындағы чемпионды орнына қойды. Екінші орта салмақта әлемнің екі дүркін чемпионы Дэвид Бенавидес америкалық Джермар Чарлоны мазақ етті деп хабарлайды чемпионат. Дмитрий Биволмен спарринг өткізген Бенавидес Чарлоны ресейлік боксшымен айқасқысы келетініне күлді. Оған жетпейтін жалғыз нәрсе ол қызыл мүрін. Ол аренаны айналып жүрген сайқымызақ сияқты. Циркте жүрмін деп ойлайды ау деймін. Ол тіпті супер орта салмақты ешкімді жеңе алмайды. Жартылай ауыр салмақта біреуге шамасы келеді дегеніне кім сенеді, дейді Бенавидес. Елеусінов чемпиондық белбеуден айырды. Қазақстандық боксшы Данияр Елеусінов халықаралық бокс ұйымының IBO нұсқасы бойынша жартылай орта салмақтағы әлем чемпионы атағын айырды деп хабарлайды. IBO ұйымының ресми сайты сілтеме жасап, бүгінгі Елеусінов IBO сайтындағы әлем чемпиондарының тізімінде жоқ. Данияр Елеусінов соңғы жекпе-жегін былтыр 18 желтоқсанда Астанада өткізіп, аргентиналық Хуан Эрнан Леалды жеңіп IBO чемпионы атағын жеңіп алған болатын. Айта кетейік, Елеусіновтың әлем чемпионы атағын айырылуы ұзақ уақыт жекпе-жекке шықпағанына байланысты болуы мүмкін. Ал IBO шарты бойынша әр салмақ категориясы бойынша 9 ай сайын жекпе-жекке шығуы керек. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.